Жақсы қайырлы достар, біздерде обуда тест талдау 8-ші сұрақ солтүстік Американың мұнайға бай шығанағы. Тақырып экономикалық география және сіздің номенклатуралық картадан біліміңізді талап етеді. Жауаптар Мексика, Парсы, Гвинея, Бенгал. Енді осыған қатысты сұрақтың түсінігін түсіндірейік. Жалпы шығанақ дегеніміз не? Және бұл шығанақтар картасы. Шығанақ дегеніміз мұхиттың бір бөлігі құрлыққа өте жақын, құрлықтың ішіне кіріп жатқан бөлігі. Оған мысал ретінде Гудзон деген шығанақты келтірейік. Гудзон мына Америка материгінің, солтүстік Америка деген ішке еніп жатыр, ал бір бөлігі мұхитпен тікелей шекаралас, яғни Атлант мұхитымен. Мысал ретінде Парсы шығанағы Үнді мұхитымен тікелей байланысып жатыр, алайда құрлықпен үш жағы қоршалған. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, егер қандай да бір мұхит суы құрлыққа еніп жатса соғана, онда ол бізде шығанақ. Енді жауаптарда бізде қандай варианттар болды? Мексика, Парсы, Гвинея, Бенгал деген секілді жауаптар болды. Енді жауапты көрсетейік. Мексика шығанағы бізде шынымен де жауапқа келеді. Солтүстік Америка материгінде орналасқан және жауап ретінде қабылдай аламыз. Одан кейін бізде Гвинея, бізде осылай көрсетейік. Мексика шығанағы солтүстік Америкада орналасқан. Енді Флорида, Юкатан түбектерімен шекаралас, Куба аралының үстіңгі бөлігінде орналасқан, солтүстік бөлігінде. Одан кейін Парсы шығанағы көріп тұрғандарыңыздай. Парсы шығанағы мына картада көрсеттім. Ол бізде Иран және Араб түбектерінің арасында орналасқан шығанақ. Жалпы бұл бізде сол Үнді мұхитының шығанағы болып есептеледі. Одан кейін Гвинея, Атлант мұхитының экваторлық жағында орналасқан. Одан 753 мың километрлерді қамтиды. Бізде Атлант мұхитының шығанағы. Соңғысы Бенгал, міне Бенгальский залив. Ол бізде қазіргі Бангладеш, яғни Үнді мұхитының Үндістан түбегі мен Үнді Қытай түбегінің бөлігінде орналасқан шығанақ. Енді бастапқы картаға оралайық және сұраққа оралайық. Солтүстік Американың мұнайға бай шығанағы. Жалпы жауаптарды талқылайтын болсақ, Парсы шығанағы бізде жауапқа келмейді, себебі ол бізде біріншіден солтүстік Америкада орналаспаған. Бенгал шығанағы жауапқа келмейді, себебі ол бізде солтүстік Америка орналаспаған. Және Гвинея ол бізде Африка материгінің шекаралас бөлігінде орналасқан. Сәйкесінше үш жауапты алып тастаймыз, және бізде Мексика шығанағы тікелей жауап болып есептеледі екен. Сонымен 8-ші сұрақтың жауабы солтүстік Америка мұнайға бай шығанағы бізде Мексика шығанағы болып есептеледі.